Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қызымыз екеуміз бірге песочный печенье дайындайтын боламыз. Ал енді бастайық печенье дайындауды. Так, ең басында қазір жұмыртқаны саламыз. 2 жұмыртқа саламыз бұл печеньеға. Егер көбірек жасағыларыңыз келсе, онда 4 жұмыртқа салып өлшемін көбейтсеңіздер болады. Так, мен Аруна венчикпен жақсылап араластыр. Жақсылап араластыр венчикпен. Енді қант саламыз. Қантты салшы Аруна. Қанттың бәрін сал. Сал, бәрін сал таста. Қант ергенше толығымен араластырамыз. Жаңағы жұмыртқадағы қантымыз жақсылап еру керек. Мен араластыр. Аруна маған көмектеседі, толығымен печенье жасап болғанша. Мені жақсылап араластырып жатыр Аруна. Қант ергенше толығымен араластырамыз. Мені толығымен қантты ертіп болдық, жақсылап араластырдық. Енді осы жерге қазір біз май саламыз. Біз жаңа 200 грамм қант салдық. Енді мына жерде 250 грамм бөлме температурасында сары майды саламыз. Мен кесіп қойдым. Осылай саламызда бұл бөлме температурасында май болғандықтан қазір тез еріп кетеді. Тағы да араластырамыз қазір. Қазір мен араластырайын, Аруна. Өйткені кішкене қаттылау болып тұр. Мені сары майды мен кішкене ертіп араластырдым. Қатты ерудің қажет жоқ, себебі песочный печенье дайындап жатырмыз. Енді қазір осы жерге ұн қосамыз. Әкел, ұн қосамыз. Ұн 450-500 граммда, немесе одан да көп кетуі мүмкін. Шетіне қосамыз онда. Мені ұнның жартысын салдым. Енді бұл жерге қопсытқыш қосамыз. Аруна сал ана кішкентай қасында қопсытқыштың бәрін сал, ұнның үстіне. Бәрін сал. Қопсытқыш қосамыз да кішкене араластырып жібереміз. Сен араластыр. Кішкене араластырғаннан кейін шетінен ұн қосамыз. Ұн қосқаннан кейін жаңағы біздің қамырымыз кішкене қатаяды. Бірақ қатты болып кетпесін, ол жұмсағырақ болу керек. Жұмсағырақ болса, жаңа печеньяны жұмсақ, ауызда еріп тұрады. Песочный болып шығады ғой. Араластыра бер. Жақсылап араластыра бер. Әке мені кішкене саған көмектесіп жіберейін. Енді ұнды қосамыз, шетінен қоспай, енді бірден қосып тастаймын. Бәрін қосамын да, қазір қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Алдық уже қамыр қатайды. Аруна бер маған, мен уже нанды елейін. Қастығамыз, нанды өзім елейіп, қызым сұйын қазір печенье жасауға көмектеседі. Қамыр елеп қойдым, жұмсақ болып шықты. Қазір енді осы қамырды үлкен ғой бізде, үлкен болғандықтан қазір екіге бөлемін да. Мені бір бөлігін салафанға салып алып қоямын, күйіп кетпеу үшін, және кішкене тынып тұрады. Енді бір бөлігін қазір жаямыз. Жаямыз оқтаумен. Қатты жұқа қылдырып жаймаймыз. Мә Аруна, жай. Жайым ғой. Тұта, бұлай аударайық кішкене. Бұл песочный болғандықтан бір келкі жайылмайды, оған мән бермей қойыңыздар. Кел. Әртүрлі болып жайылып кетуі мүмкін. Біз оның қазір формочкалармен мынандай форма алдым, мен гүл формасын алдым, және жаңағы торттың кремдеріне арналған насадка болады ғой. Соны насадка бұл ортасын арналған. Қазір печенье жасаған кезде мен сіздерге көрсетемін бәрін. Жай жатсың ба? Әкел мен жаям, қиын болып кетті ойдым саған. Тез жайып тастаймыз. Мені жайып жатырмын. Осылай қатты жұқа қылдырмаймын. Қатты жұқа болсам, ол қытырлап қалады. Мен жай қойдым. Енді мынандай формочкалармен, гүл формасымен бәрін жасаймыз. Аруна жаса. Бәрін жасап шық. Жаса. Бәрін жасап шық, гүл қылдырып. Иә, өшінде жасай бер. Жасай бер. Енді мені гүл формаларын жасап шықтық, Аруна жасап шықты. Енді тура ортасын жаңағы кремге арналған насадкамен осылай тесіп шығамыз.
Міне барлық печенье жасап шықтық. Енді артық нанын алып тастаймыз шетіндегі. Артық нанын алып тастаймыз. Содан кейін мына печенье артық нанын қазір елеп салафанға салып қоямын. Алдында қамырымызға қосып қоямыз, қымып тұра берсін. Содан кейін тағы да печенье жасайтын боламыз. Енді мына дайын печеньеларымыз үстіне жұмыртқаны жағамыз. Мен жұмыртқаны мен салып қойдым кесеге. Осы жұмыртқаның үстін мынандай кисточкамен жағамыз міне осылай. Содан кейін орехпен себеміз. Менде орех, значит, арахиспен грецкий орехты мен блендерден өткізіп кішкене ұсақтадым. Бірақ ол өз қалауларыңыз бойынша қандай орех қолданатындарыңыз. Арахистің өзі менде бола береді. Мен бірақ екеуін қосып тастадым. Және енді үстіне осылай себеміз печеньенің үстіне. Қазір Аруна сен жасайсың, күте тұр. Мен көрсетіп жіберейін бір рет. Үстіне сен жасайсың. Осылай қоямыз. Ал мына печеньені жұмыртқа жақ. Мен ұстап тұрайын, жұмыртқа жаға қой. Бұл жақ. Печенье сыртына жағып шық. Тура сен сурет саласың ғой, жаңағы краскамен, тура сол сияқты кисточкамен бояйсың, иә? Молодец. Мына шеттерін боя. Әкел мен бояп жіберейін. Енді қазір сен орехтарды сеп, иә? Сеп. Үстіне сеп. Тезірек сеп. Көп мөлшерде себе бер. Ол артық болмайды. Негізі жаңағы орехтің көп болғаны жақсы. Мен өзім солай ұнатам. Себе ал. Бүйтіп сеп. Молодец. Біз міне печеньені уже бітіп қалдық. Міне пергамент төсеуін формаға салып жатырмын. Аруна, жұмыртқа жақ. Жұмыртқаны жаға қой. Үстіне, печеньенің үстіне. 150 градуста 20-25 минут пісіремін печеньені. Бірақ сіз өз духовкаңызға қарай пісіріңіз, себебі духовкалар әртүрлі болады. Қазір міне несін орехін жағып, қазір пісіреміз. Міне печеньенің бәрін жасап тастадық, формаға салдық, енді духовкада пісіреміз. Піскеннен сіздерге көрсетемін. Міне печенье дайын, пісті, осындай болып шықты. Қазір суығаннан кейін дәмін көреміз. Печенье өте дәмді және әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер.